Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 97-ші сабақ. Логикалық есептер. Бірінші есеп: жарық көзінің айналасындағы сәулелі дөңгелек қалай аталатынын біліп ал. Атмосфераның жоғары қабатында өтетін және көп энергия бөлетін құбылысты ата. Бізде солтүстік полярлық шұғыла гало берілген. Яғни гало жарық көзінің айналасындағы сәулелі дөңгелек, ал солтүстік полярлық шұғыла атмосфераның жоғарғы қабатында өтетін, сонымен қатар көп энергия бөлетін құбылыс. Бізде яғни есепті шығармас бұрын бізде амалдардың орындалу ретін біліп алуымыз керек. Бірінші жақшаның ішіндегі амал орындалады, бірінші, екінші яғни бөлу, үшінші тағы бөлу, төртінші азайту. Сонда болады бізде 2.005.201-ге тең болады екен. Екіншісі, екі жақша берілген. Бірінші жақша 34.217-тен 25.329 азайтамыз. Екіншісі 58.508-ге қосамыз, 498.115-ті. Одан кейін үшінші амал көбейтеміз. Екі жақшаның 888.888-ге көбейтеміз. 902-ні сонда болады бізде 1.016.976-ға тең болады. Төртіншісі бізде бөлеміз. 556.623-ті 69-ға бөлеміз, болады бізде 8.067. Ал ең соңғы амал, бесінші амал бізде 8.016.976-дан азайтамыз 8.067-ні. Сонда болады бізде 8.808.909-ға тең болады екен. Бұл гало. Екінші есеп: сұраққа жауап бер. Айна 3 шаршы және 3 үшбұрыш қиып алды. Ол параққа фигураларды бірінің үстіне бірін желімдеді. Айна төртінші қандай фигураны желімдеді? Яғни бізде қарап тұрсақ, 3 үшбұрыш қиып алды. Ол параққа фигураларды бірінің үстіне бірін желімдеді. Яғни айна төртінші қандай фигураны желімдеді? Бізде төртінші шаршыны желімдеп тұр, анықтап қарасаңыздар. Үшінші есеп: сызбадағы барлық тіктөртбұрыштың атауын жаз. Бізде ОА, ВМ, ОА, СН, ОА, ДК, ОА-ЕН, ОА-ФП. Яғни дәл осы түрде жаңағы барлық тіктөртбұрыштардың атауын жазып шығамыз. Төртінші есеп: А суретте неше үшбұрыш бар? Ә және Б суреттеріне қара. Жүргізілген кесінділер арқылы неше жаңа үшбұрыш қосылғанын саны. Яғни бізде А суретте бізде 3 үшбұрыш тұр, қарасаңыздар. Бірінші ол үлкен көлемді үшбұрыш. Екінші ішіндегі үшбұрыш, үшінші мына кішкентай үшбұрыш жатады. Енді А және Б суреттеріне қара. Жүргізілген кесінділер арқылы неше және жаңа үшбұрыш қосылғанын саны. Бізде Әсі 6 үшбұрыш жүргізілген, кесінділер арқылы 5 үшбұрыш қосылған, мына сызба бойынша. Ал Б бойынша 9 үшбұрыш жүргізілген кесінділер арқылы 8 үшбұрыш қосылған екен. Мына ортасындағы жаңағы кесінділер арқылы бізде тағы қосылған жаңағы 8 үшбұрыш қосылған екен. Бесінші есеп: бөліндінің мәні мен қалдықты ата. Бөлінгіш, бөліндінің мәні қалдық. Яғни 389-ды бөлеміз 9-ға, бөліндінің мәні шығу керек және қалдық шығу керек. Бізде 43 2 қалдық болады екен. Одан кейін 3890-ды бөлеміз 9-ға, бізде болады 432 және 2 қалдық. 38.900-ды бөлеміз 90-ға, бізде болады 432 20 қалдық. 389.000-ды бөлеміз 90-ға, бізде болады 4322 20 қалдыққа тең болады екен. Алтыншы есеп: әр фигурада неше текше бар?
Қабырға, диван. Енді осыны санайық. Бізде қабырға 3, міне иә. 3, 1, 2, 3, қосамыз 5, одан кейін көбейтеміз 4, қосамыз 4, сонда бізде болады 20 текше. 27 текше, 27 текше қабырғада. Диванда мына жерін санаймыз. Бірінші 5, оған көбейтеміз 3-ті. 3-ті көбейткенде қосамыз 2-ні көбейтеміз 5-ті, қосамыз 2-ге. Мына 2, ең соңғы 2-ін қосамыз, сонда бізде болады 27 текше. Қабырғада да, диванда да 27 текше бар екен. 7-ші есеп. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. Қоймада 40 000 дәптер бар, оның 8 000-ы жолда, ал қалғаны торкөз дәптер. Қоймадағы жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда неше есе кем? Яғни бізде бұл жерде барлығы 40 000 дәптер, жолды 8 000, ал торкөз белгісіз. Оны білу үшін 40 000-нан азайтамыз 8 000-ды, сонда 32 000 шығады торкөз дәптер саны. 32 000-ді бөлеміз 8 000-ға, сонда 4 есе кем. Өрнек түрінде жазатын болса, 40 000 азайту, жақшаның ішінде 40 000 азайту 8 000, жақшаны жабамыз, бөлеміз 8 000-ды, сонда 4 есе кем екен. Қоймадағы жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда 4 есе кем. Әсі. Қоймада 40 000 дәптер бар, оның 8 000-ы жолда, ал қалғаны торкөз дәптер. Торкөз дәптер 100 данадан қораптарға бөлініп салынды. Торкөз дәптер неше қорап болды? Яғни бізде барлығы 40 000 дәптер, жолда 8 000 дәптер, торкөз белгісіз. 100 данадан қанша қорап болды? 8 000-ды 40 000-нан азайтамыз 8 000-ды, 32 000 торкөз дәптер саны. 32 000-ды бөлеміз 100-ге, 320 болады қорап саны. Өрнек түрінде жазатын болса, 40 000 азайту 8 000 бөлеміз 100, 320 қорап болған екен. Б-сы. Жылыжайда 2 тонна қызанақ өсірілді. Оның 569 килограммы базарға жөнелтілді, ал қалғаны әр жәшікке 27 килограммнан бөлініп салынды. Қызанақ салу үшін қанша жәшік қажет болды? Яғни барлығы 2 тонна, базарға 569 килограмм жөнелтілді, қалды 27 килограммнан қанша жәшік? Яғни 2 000 азайтамыз, 569 тең болады 1431 килограмм. Қалған қызанақ. 1431-ді бөлеміз 27-ге, 53 жәшік саны болады екен. Өрнек түрінде жақшаның ішінде 2 000 азайтамыз, 529 бөлеміз 27, 53 жәшік қызанақ екен. В-сы. Бірінші фермер 3 гектар жерден алынған болғар бұрышының түсімділігі 25 тонна гектар, ал екінші фермердің 2 гектар жерден алған болғар бұрышының түсімділігі 37 тонна гектар. Екі фермер барлық қанша тонна болғар бұрышын жинады? Бізде болады С1 3 гектар, М яғни түсімділігі 25 тонна гектар. Екінші жаңағы ауданы 2 гектар. Түсімділігі 37 тонна гектарға тең. Жалпы түсімділіктің массасы белгісіз. М1-ді табу үшін М1 көбейту С. С1 25-ке 3-ті көбейтеміз, 75 тонна. М2-ні табу үшін 37-ні көбейтеміз 2-ге, 74 тонна. Енді түсімділіктің массасын табу үшін М1-ға М2-ні қосамыз. 75-ке 74-ті қосқанда 149 тонна. Өрнек түрінде жазатын болсақ, 25 көбейту 3, қосу 37 көбейту 2. 149 тонна болады екен. Екі фермер барлығы 149 тонна болғар бұрышын жинады. 8-ші есеп. Амалдар бойынша жаз және есепте. Бірінші амалдарын орындалу ретін жазып аламыз. Бірінші 13440 бөлу 32, бөлу 7, қосу 7, көбейту 123. Бірінші бөлу орындалады, одан кейін екінші тағы бөлу, одан кейін үшінші көбейту, төртінші қосу. Бізде болады 921-ге тең болады. Дәл осы түрде амалдарын орындалу ретін жазып алып,
жаңағы амалдарды есептейміз. 9-шы есеп артық фигураны тап. Яғни бізде артық фигурамыз бізде бірінші фигура болып тұр, иә? Өйткені жаңағы 2 мен 3 бір-біріне ұқсас, иә? Ал жаңағы бірінші фигурамыз артық болып тұр. Енді 10-шы есеп суреттерде неше шаршы бейнеленген? Өзің осыған ұқсас тапсырма құрастыр. Яғни бізде бірінші суретте 5 шаршы, екінші суретте 14 шаршы, үшінші суретте 30 шаршы берілген. Ал осыған ұқсас біз 10 шаршылы есеп құрастыруға болады.